Өзінен үлкен сыныптың ұлдарынан зорлық көрген ұл бала 5 жылдан кейін ата-анасына шынын айтқан. Оның мұндай қадамға баруына әкесінің ашуға булығып, баласын әскерге жіберем деген сөзі себеп болған. Буллингке қарсы қалай жұмыс жасап жатырмыз, әсіресе мектеп жасындағы балаларда. Маған келіп жатыр, әсіресе зорлық-зомбылық бойынша. Осындай мәселе біздің Қиғуат ауданында болып жатыр. Мәслихат депутаты Нұрайым Шахимерген қызы 10-шы сыныпты тәмамдаған бала 5 жыл бойына психолог көмегіне зәру болғанын айтты. Осы тұста мектепте ұстаздар неге балалармен тығыз байланыста емес деген сұрақ туындады. Маған екі ата-ана келіп еңіреп кеткен кезде жер тырнап. Қолындағы жер тырнаған соншалық тырнақтары қалмайған. Мектепте психологтардың бағыттары көбінесе диплом сатып алады, ешқандай білім жоқ, мектепте ешқандай баланың жай-күйіне қарамайды. Қазір қорлық көрген бала тесті тексеруден өткен, алайда арада бірнеше жыл өткендіктен экспертиза ештеңені көрсетпейді дейді депутат. Сондықтан мектептерге білікті мамандар мен психологтарды алу керек дегенді алға тартты. Сонымен қатар мамандар кішкентай сыныптан бастап буллинг дегеннің не екенін бала ажырата білу керек. Сондықтан ата-ананың да баламен сырласып түсіндірме жұмыстарын жүргізіп тұрғаны дұрыс дейді.